Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода дайындаған ашық сабағымның бір бөлігін көрсеткім келіп отыр. Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл әңгімесінің екінші сабағы. Бұл бізде психологиялық ахуал тудыру мақсатында автор тілегі әдісі. Оқушы автордың кітабын таңдау арқылы осындай сен еңбекқорсың, сен әдептісің, сен таланттысың, батылсың, қолыңнан бәрі келеді деген сияқты жылы сөздермен, жағымды көңіл күймен сабаққа кірісетін болады. Топқа бөлу әдісі, яғни кейіпкердің мақал-мәтелдері арқылы топқа бөлінеді. Одан кейін бүгін осындай жаңа платформа туралы таныстырғым келіп тұр. Жаңа емес, мүмкін кейбір әріптестер білетін шығар, бірақ өзім сабағыма бірінші рет қолданып қарап жатырмын. Бұл платформада квест ойын берілген. Кітапханадағы квест деп алдым. Яғни бізде мына бөлме жабылып қалған, есіктен шыға алмай тұрмыз. Бұл есіктен шығу үшін бізге тапсырмаларды орындау керек. Бұл платформаның бір минусы тапсырмалардың орындалуы, олар орысша берілген, қазақшаға аударылмайды. Бұлайша сабаққа пайдалануға тиімді деп айтуға болады. Яғни, мысалы, мына жерде газетті жинайық. Астынан бізде кілт шықты. Кілтпен мына жердегі жәшіктердің біреуін ашуға болады. Ашып қарасақ, ішінен тапсырма шығады. Сейітқұлдың ағасы інісінің айтқанын тыңдамай көшпей қалып қойған мекені ол Түркістан. Жауабын дұрыс белгілейміз. Одан кейін мына кітаптарды орнына қою керек. Сол кезде астынан тапсырма шығады. Сейітқұлға ерген халық қандай кәсіппен айналысты? Халық егіншілік кәсіппен айналысты. Сол сияқты көптеген сұрақтар осы бөлмеде жасырылған. Ашқаннан кейін мына жерде бізде, яғни барлық сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін бізде жаңа тақырып ашылатын болады. Үйге тапсырма. Ең соңында осындай кері байланыс түрін жасадым. Бұл кері байланысты тақырыппен байланыстырып алдым. Егер оқушы барлығын түсінген болса, оған сабақ ұнаған болса, біздің себетіміз нанға толады. Егер оқушы сабақты әлі дұрыс түсінбеген болса, оның сұрағы бар болса, бізде себеттен нан азайып қалады. Бұл әдісті еңбектің наны тәтті деп алдым. Тақырыпқа байланыстырдым. Сабақты сатып алуға болады. КМЖ-сымен бірге беріледі және платформалардың сілтемесі беріледі.